Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін сіздермен 2010 жылы шыққан «Я видел дьявола», яғни «Мен шайтанды көрдім» фильмі жайлы қысқаша әңгімелейтін боламыз. Айта кетейік, бұл фильмде қанды кадрлар соншалықты көп, біз оларды барынша көрсетпеуге тырыстық. Ал кеттік ендеше. Оңтүстік Корея. Қыз, сұлу қыз көлік ішінде жалғыз өзі жігітімен сөйлесіп отырады. Бұл Джу Йон еді. Қалың қардың кесірінен көлігі жүрмей қалған. Сол арада капюшон киген беймәлім біреу келіп, көмек ұсынады. Қыз ұсынылған көмекті қажет етпесе де, беймәлім адам қоярға қоймай күмәнді әрекеттер жасайды. Интрига. Беймәлім адам қыздың терезесін сындырып, оны ұрлайды. Қыздың жүктімін деген сөзіне қарамай аяусыздықпен өлтіреді. Денесін бөлшектеп жатып, жүзігі домалап кетеді. Ал капюшондағы жігіттің аты Чан еді. Ол адамдарды өз рахаты үшін азаптайтын және өлтіретін қауіпті сериялық маньяк болатын. Полиция ұзақ уақыт бойы өлтірушінің ізімен жүргенімен оны ұстай алмайтын. Сонымен келесі күні қыздың денесі сұмдық күйде табылады. Ал оның күйеу жігіті ұлттық барлау агенті Ли Бьон Хон маньякпен өз бетінше күресуге бел буады. Қалыңдығын жерлеу рәсімінде ол маньякты 1000 есе ауыр өліммен өледі деп ант береді. Сухён жұмысынан демалыс алады. Әріптесінен кішкентай GPS пен микрофон ала отырып, бірнеше күдіктілердің тізімін жасайды. Қылмысқа қатысы барау дегендерді біртіндеп ұстап, мүгедек болғанға дейін соққылап, полицияға мойындауға мәжбүрлейді. Күдіктілер ізделіп жатқанда Чан кезекті қылмысын жүзеге асырып та үлгереді. Ол көшеде кезіккен қызды аяусыз қатыгездікпен басына темірмен ұрып өлтіреді. Содан кейін үйінде ештеңе болмағандай гитара тартып отырады. Ал Сухёнге келер болсақ, бұл орта ғасырлық крес жорықтарына қатысушылардың барлығын өлтір, иеміз өз халқын таниды ұранынан шабыт алады. Өйткені ол ешқандай дәлел жинауға алаңдамайды. Күдіктілердің ішінен кезек Чанға келеді. Сухён оны үйіне іздеп барады. Чанның әке-шешесінен бөлек тұратынын білген Сухён Чанның қазіргі мекендейтін үйін табады. Онда әйел кісілердің жеке заттарын көріп, нағыз қылмыскер Чан екенін бірден біледі және үй ішінен қалыңдығының түсіп қалған жүзігін де тауып алады. Ал Чан бұл уақытта мектеп автобусының жүргізушісі болып жұмыс істеп жатады. Мектеп оқитын жас қызды көріп, тағы да ойы айни бастайды. Өзінен әлде қайда кішкентай қызды ұрлаған Чан зорлық көрсету үстінде Сухённың қолына түседі. Чанды заң қолына тапсыра ма, әлде өлтіре ме? Жоқ. Бұл өте қарапайым жаза болар еді. Сухён маньякты ұрып, сабап, азаптап, бірақ тірі қалдырады. Сухён есінен танған Чанның аузына кішкентай GPS-ті тығып жібереді және маньяктың қимылын азайту үшін қолын сындырады. Келесі күні оянған Чан ішінен ақша салынған конвертті тауып алады. Мысықпен шыққан ойыны басталады. Ал кек алу үшін әбден шамданған Сухён өзінің аяусыз құбыжыққа айналғанын байқамай да қалады. Чан ақшаны алып көшеге такси тоқтату үшін шығады. Көлік жүргізушісі мен оның артқы сидениясында отырған адам күдікті көрінеді. Себебі олар да Чан сияқты маньяк еді. Оны сезген Чан бірден төбелеске ұмтылады. Қанды шайқас барысында мықты маньяк оларды пышақтап, о дүниеге аттандырады. Киімін ауыстырып алған Чан ертесіне дәріханаға барады. Онда дәрігер қызды жолықтырған маньяк тағы да баяғы әдетіне басады. Қызды күштеп, шешіндіріп, жаман іске итермелеп жатқанда Сухён GPS арқылы тағы да Чанды тауып келеді. Сухён бұл жолы маньяктың аяғындағы сіңірді кесіп бастайды. Погодите, ему понадобится медицинская помощь. Закройте глаза. Отвернитесь и закройте уши. Айта кетейік, бұл фильмде қанды кадрлар соншалықты көп, біз оларды барынша көрсетпеуге тырыстық. Чан енді көлік ішінде оянады. Ол ояна сала өзінің әріптесі десек те болар, маньяк досының үйіне барады. Ол досы адам жегіш болып шығады. Олар үстел үстінде отырып адам етінен дайындалған тағам жейді. Еттің таусылғанын сезген екінші маньяк бір қызды соймақ болады. Сол уақытта Сухён кіріп келеді. Ол маньяктың қолына пышақ сұғып орнынан қимылдатпай қояды.
Ал Чан мылтық алып Сухёнды қуа жөнеледі. Алайда Сухён ақымақ емес, ол Чанды ептілікпен қайта жеңіп шығады және есінен тандырып бастайды. Сухён маньякты ауруханаға апарып, емдетіп, тағы да көшеге апарып бастайды. Бұл жолы өзінің ішінде GPS бар екенін біліп қойған Чан құрылғыдан тез арада құтылып, оны ұстап алмақ болған полицейдің аузына тығады. Тағы да қылмыс, адам өлімі. Мүмкін Сухён қаншер маньякты ол бастаяқ өлтіре салуы керек пе? Болар іс болды. Сухён енді Чанды табуы керек. Сол мақсатта Чан баруы мүмкін болған жерді ауруханада жатқан екінші маньяктан сұрайды. Маньяк үйіңнен ізде деп кеңес беріп, үстінен күледі. Бұл Сухёнге жақпай маньяктың жағын айырады. Тура мағынада. Сөйтіп, Сухён үйіне қарай жүгіреді. Алайда кеш болған. Чан Сухённың қарындасы мен әкесін өлтіріп үлгерген және қашып кеткен. Маньяк Сухёнге хабарласып, оның жынына тиеді және көшеде тараста үстінде күтетінін айтады. Он уходит! Сухён оны ұстап алып, өз үйіне қылмыс мекеніне алып барып, байлап қояды және қинайды. Бұл арада маньяктың қаншалықты 200-де екенін көруге болады. Біресе өлтірме деп жалынса, біресе өлімнен қорықпаймын, басымды ала бер деп айтады. Алайда Сухённың ойластырғаны бұл емес. Сухён Чанның отбасын осы үйге шақырып қойған болатын. Ал маньяктың басына тұзақ қойылған еді. Чанның аузындағы жіп шығып кетсе, немесе біреу кеп есікті ашса, маньяктың басы кетеді. Чан әке-шешесіне кірме дегеніне қарамай кіріп келеді және Чанның басы жатқан денесін көреді. Фильмді көріп отырып, бойды ерекше сезім билеп алады. Киноның басында Чан қатыгез маньяк болса, ортасына қарай Сухён құбыжыққа айналады. Ал Чан аяушылық сезімін шақырады. Жалпы, Корей кинематографиясы мықты ленталар тобында өзінің артықшылығын әлдеқашан дәлелдеді. Егер маған маньяктар туралы ең жақсы фильмдерді атауды сұраса, мен осы фильмді ұсынған болар едім. Фильмде қатыгездіктің көптеген көріністері мен әсерлі сәттері бар. Бұл кинодағы кек алудың мәні де ерекше түрде ұсынылған. Тіпті қызықты. Жақсылық жамандықты жазалап қана қоймай, оны азапқа салады. Мен шайтанды көрдім. Бұл триллерді көруге кеңес бере аламын. Бір ескертумен, көрініс шынымен қиын және оған дайын болу керек. Фильмнің атмосферасы өте ауыр болғандықтан жүйкесі жұқа адамдар көрмегені дұрыс. Айтпақша, осы қатарда Олдбой, Преследователь, Воспоминания убийцы сынды фильмдерді де ұсынар едім. Алдағы уақытта ол фильмдерге де обзор жасайтын боламыз. Каналымызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда сіздерді көп қызық күтіп тұр.